Мәңгілік сарын, ғалым дөскен бөтен мәдениетке жұтылып бара жатқан қазақ жастарын эстрадамен реттеп алған соң, жастық шақтары 1965-85 жылдары өткен аға буынды да ұмытқан жоқ. Олардың сағынышын басу үшін сағыныш ретро әндері деген тағы бір жобаны іске қосты. Аталмыш жылдары қазақ жұртын әдемі әндермен тербеген даңқты композиторлардың хит әндерін жаңа әншілерге қайтадан орындатып сахнаға шығарды. Сағынышқа асыққан аға буын республика сарайын жарып жіберуге шақ қалды. Әсіресе өте танымал әндерді бүкіл зал әншімен бірге қосыла шырқағанда, аудитория бейне бір бұлттың үстінде қалқып жүргендей күй кешті. Бұдан соң дәстүрлі ән тыңдамаса құлағының құрышы қанбайтын қазақтарға көңіл бөлді. Олар үшін Інжу Маржан деген арнайы жоба жасап, 2005 жылдың көктемінде әнқұмар халықты республика сарайына тағы жинады. Батыстың, Арқаның, Жетісудың, Сырдың дәстүрлі өнер әндерін шырқайтын жезтаңдай әншілерді Қазақстанның түпкір-түпкірінен арнайы алдыртып, қонақ үйге жатқызып, гонорарын төлеп, арнайы дастархан жайып құрметтеп шығарып салды. Ал концерттің толық нұсқасы эфирден өтті. 15 жылдан бері мұндай құрметпен ықыласты тыңдаушыны көрмеген дәстүрлі әншілер көздеріне жас алды. Қазақ халқы ұмытып, алыстай бастаған тағы бір киелі құндылық бар еді. Ол жыр айту және жыр тыңдау өнері. Мына заманда ұзақ уақыт жыр тыңдау мүмкін емес десе де, Әуезов драма театрында Алпамыс батыр жырын бастан аяқ жырлайтын бір шараны және ұйымдастырды. Кезектесіп жырлайтын бірнеше жыршыны әбден сахнаға дайындап шығарды. Бір қызығы, бұл жолы да театр толып, аудитория зерікпестен Алпамысты соңына дейін рахаттана отырып тыңдады. Шараны қолға алардан бұрын бірнеше серігі аға Алпамыс ең кемі 4 сағатқа созылады. Жұрт 1,5 сағаттан артық отыра алмайды, қысқартайық, әйтпесе масқара боламыз деп қатты алаңдады. Доскеннің өзі де қобалжып тұрғанымен, тәуекелге бел буып, жырды толығымен жырлатты. Қызықтың көкесі соңғы сағаттарда болды. 3 сағат бойы жырдың атмосферасына батып кеткен қалың жұрт соңғы уақытта әруақ десіп шуласып, залдың тұс-тұсынан қиқулап, арқаланып кетті. Қалаға келіп, уақыт тапшылығына ұрынып, барлық нәрсені қысқа қайыруға үйреніп кетті деген қала қазағының өзі Алпамысты тыңдағанда көне заманның қазағы сияқтанып кетті. Қазақтың ұлттық болмысы мен намысы, шабыты мен жігері батырлар жырында жасырын жатқаны осылайша мәлім болды. Бұл 2005 жылы болатын. Қазақ жұрты әліге дейін тамсанып еске алатын 2001-2006 жылдардағы Ақжүніс, Алтын қақпа, Атажұрт, Алтын сақа, Қыз қуу, Шыңның жүзі, Үзеңгі жолдас, Күлкі және көз жасы сияқты бағдарламалар ғалым Дөскеннің миынан қайнап шыққан. Бұдан бөлек қазақ халқының саяси сауатын ашу үшін Мезгіл және Күлтөбе атты саяси сараптамаға негізделген 2 ірі жобаны эфирге шығарды. Мен саясатқа мүлде қызықпаймын, қызықсам да түсінбеймін деген ең самарқау қазақтың өзі осы 2 бағдарламаны асыға күтіп, тамсана көретін күнге жетті. Қазақ халқының сан салада сауаттанып, мәдени тұғырын нықтап, саяси белсенділігін күшейте бастағаны мысық тілеу топтарға ұнаған жоқ. Олар ғалым Доскеннің жұмысын тоқтату үшін арандатудың неше түрін қолданды. Қазақ жұртын оята бастаған таңғажайып бағдарламалар 2006 жылы 22 сәуірден бастап келмеске кетті. Оның түбіне жеткен сол жылы мәдениет министрі болып тағайындалған Ертісбаев. Бұл министр бір ауыз қазақша білмейтін және саяси ортада Назарбаевтың бұлбұлы деген атпен танылған болатын. Ғалым Доскенді ұлттық арнадан кетірген соң, бұл арна жеңіл-желпі ойын-сауық басып қалған құнсыз каналдардың біріне айналды. Ғалым Доскеннің жұмысының жемісті болуы жанына жиған командасының сапасына да тәуелді еді. Оның қасында сол кезде сайдың тасындай іріктелген кілең майталман мамандар шоғырланды. Олардың ең атақтысы Тұрсынжан Шапай, Нұрлан Өнербай, Жұмабай Шәштайұлы, Гүлнар Салықбай, Исламбек Тәуекел, Жарқын Шәкәрім, Ахан Әбдуәлі, Сержан Молдасынұлы, Ғалым Боқаш, Болат Мүрсәлім, Қасым Аманжол, Рахат Мамырбек, Бейбіт Ақош, Сәуле Әбілдинова, Назира Бердалы сияқты сен тұр мен атайын деген мықтылар ұйымдаса қимылдасады. Бір қызығы, бұл ұжым телеарнадан қуылған соң да мәдени майдандағы күресін тоқтатқан жоқ. Ауызбіршілігі
ыдырамаған күйі қазақтың ән, күй, жыр мұрасын насихаттаудың барлық жолын іздеп тапты. Ғалым Доскен көп ұзамай ел деп аталатын продюсерлік орталығын құрды да жұмысын жалғастыра берді. Бұларда тұрақты офисте болмаған. Ерлердің бір ісі қашумен бітеді дегендей, бұл топ үнемі көшіп қонып жүріп, қыруар шаруаны жүзеге асырды. Өмірінің көбі кетіп, азы қалған қарт күйшілер мен жыршыларды арнайы оператор мен редакторлар жіберіп, сапалы аудио мен видеосын жазып алды. Ұлттық арнада жарты сағаттық бағдарлама болып басталған мың күй мен мың ән сияқты хабарлар мемлекеттік деңгейдегі ірі жобаға айналды. Халықтың жадынан өше бастаған ескі әндер мен күйлерді өнерпаздарға қайтадан орындатып, таспаға таңбалап тастады. Тіпті ескі сарынды білетін әжелерді жинап, бесік жыры, сыңсу, жоқтау, беташар сияқты фольклор жинағын да мың әнге таңбалап кетті. Лайықты құрмет. Ғалым Доскен сол жылдары келместің кемесіне мінуге санаулы ғана жылдары мен айлары қалған классик күйшілерді көзі тірісінде түсіріп алу үшін Қазақстанның кез келген ауыл аймағына профессионал оператор мен тісқаққан режиссерді жіберіп, фильмдер түсіріп алатын. Тіпті Қытайдың қойнауында жатқан кәрі әнші күйшілерді де таспаға таңбалау үшін экспедицияға жіберетін. Экспедиция мүшелері мәдени мұраларды әбден сапалы деңгейде жинағанға дейін елге қайтуға рұқсат жоқ. Дер кезінде фильмге түсіп, өнері мен бейнесі мәңгілікке сақталып қалған күйшілер Дәулетбек Сәдуақасов пен Пазыл Тұтқабаев. Осы екі күйшінің көкірегіндегі сиқырлы сазды алып қашу үшін олар Қарағанды облысының шалғай ауылдарына дейін шарлап кетті. Көп ұзамай екі күйші де мәңгілік сапарға аттанды. Таяз ойлайтын типтер тірі жүрген адамды мәңгі өлместей көреді. Жақсы кісі өлген күні онымен бірге мол мәдени мұраның бір жола келмеске кеткенін түсініп, бармағын істейді. Себебі өмірден кісі озғанда оның тәні мен жаны ғана жоғалмайды. Ажалмен бірге өнегелі өмірдің шырынды естеліктері мен ғибратты хикметі қоса жоғалады. Егер әрбіріміз адам қайталанбас жеке дара болмыс дегенді түсінетін болсақ, әр қазыналы қарияның таспаға түспей өмірден озуы орны толмас өкініш екенін білер едік. Мысалы, кеше ғана 1951 жылы дүниеден озған Қаратау шертпесінің қас шебері сүгір күйшінің домбырасының үні сақталмаған. Ғалым Доскеннің қазақ қоғамына сіңірген еңбегі осы нүктеде көрінеді. 2001 жылы қолына ұлттық арнаның бүкіл техникалық тізгіні тиген кезде шеберлерді шақырып вагонның купесін жасатты. Купе дайын болған соң, сол дәуірдің мағыналы естелігін ілесе отырып тарқатуға қабілетті жазушы Жұмабай Шаштайұлын үзеңгі жолдас хабарына жүргізуші етіп бекітеді. Оның мандаты біреу. 20 ғасырдың оқиғаларына куә болған көзі тірі қарияларды барынша сөйлетіп, олардың көрген түйген ғибратты әңгімесін кейінгі буынға аманаттап кету. Айналдырған 3-4 жылдың ішінде бұл сиқырлы купенің ішіне отырып, сұхбат құрған қариялардың бұл күнде 90% өмірде жоқ. Сол тұлғалар жайлы видеоматериал іздеген қазіргі журналистер купедегі әңгімеден басқа видеоматериал таба алмайды. Ол дәстүрлі өнердің иелеріне құрметті барлық тараптан көрсетті. Әдетте пысық типтер олардың еңбек ақысын төлемей, сахнаға шыққаныңа, кітапқа енгеніңе, даусыңның сақталғанына риза бол деп алдап сулап шығарып салатын. Ел продюсерлік орталығы ондай қиянатқа барған жоқ. Күйшілер бір нота артық ойнаса да қосымша сыйақы алды. Оларға арнайы костюм тіктіріп, сапалы домбыралар жасатты. Өнерпаздың шабытын көтеру үшін балаңа көрімдік, үйіңе көрімдік, көлігіңе көрімдік деген сан түрлі сылтаумен қаржылық қуатын арттыратын. Кейде мұндай мырзалық ел продюсерлік орталығының бухгалтериясына кері әсер ететін. Ғалым аға, біз шығынға кіріп бара жатырмыз. Сіз мырзалық қылам деп, лимиттен асып кеттіңіз деп шырпыр болады олар. Дүние қаңырап қалса да, дәстүрлі әншілерден ақшаны аямаңдар. Құдай үшін, қазақ өнерін арқалаған таланттарды ренжіте көрмеңдер. Бізді Құдай өлтірмейді деп мырзалық позициясынан шегінбейді ол. Жүріп тұруға жарайтын ширақ күйшілерді Алматыға алдырып, бүкіл шығынын өтеп, әбден бабына келтіріп, арнайы студияға апарып жаздыратын. Мұндай қошеметке бөленген өнерпаздар студияда шабыты шалқып, отырып жырлайтын
ән салатын, күй тартатын. Мысалға, 2010 жылы дүниеден озған дәулескер күйші Қаршыға Ахмедияров ең соңғы шығарған дискілерін тек Ғалым Доскеннің продюсерлік орталығына жаздырған. Бейбіт Ақош есімді дыбыс режиссері: аға, біздің аппаратура супер болып саналмайды, микрофоны біздікінен әлдеқайда сапалы студиялар бар. Солар тұрғанда неліктен бізбен ғана жұмыс жасайсыз деп сұраған. Сонда марқұм Қаршыға ағамыз: күй деген көңілден төгілетін дүние, көңіл көңілден сушеді деген. Көңілсіз жерде күй де төгілмейді. Басқа студияларда күйге деген махаббат жоқ. Орыс тілді біреу кабинаға қамайды да микрофонды қосып, есікті сыртынан жауып: аға, өзіңіз ойнай беріңіз, біткенде келемін деп шығып кетеді. Бітеу дуалға күй шертіп отырғандай шерменде боламын. Сосын шабыт қайдан келсін? Ал Ғалым Доскенде күй өнеріне деген ғашықтық сезіледі. Сенің де мені құр жазып қоймай, күйімді беріле тыңдауың шалқар шабытымды шақырады. Сондықтан да мені бір күш еріксіз осы студияға сүйрейді де тұрады деп жауап берген. Қаршыға күйшінің осы әңгімесінен сабақ алған Бейбіт Ақош осыдан бастап әр өнерпазға кішігірім аудитория дайындайтын болған. Күйші не әнші өнерін көрсетіп болғанша, оны құмарта тыңдайтын азғантай адам әйнектің бергі бетінде шаттана қол соғып, керек десең арасында әруақ деп айқайлап шабыт шақыратын. Астана арқауы деген жобаны естуіңіз бар шығар. Бұл біздің маргинал шенеуліктер шетелдік әншілерді алыстан алдырып, мемлекеттің ақшасын судай шашып жатқанда, қазақтың мәдени мүддесіне жұмыс істеген жалғыз есі дұрыс жоба. Оның концепциясы түркілік музыкаға құрылған. Түркі тілді халықтардың бүкіл музыканттары жиналып, сахнада сиқырлы әуенді қалықтатып қоятын. Бұл да Ғалым Доскеннің кеудесінен буырқанып тысқа шыққан жоба болатын. Ол шебер дипломатиялық қабілетімен саяси біліктілігін қазақ өнерпаздарының мүддесіне шебер пайдаланды. Дәстүрлі әншілер мен жыршылар Астанаға келгенде анау-мынау емес, маңдайы жарқыраған Хилтон қонақ үйінде шалқып жататын. Олар концертте әрі кетсе 2 номер ғана орындайды. Бірақ нағыз концерттен соң басталады. Кешке қарай жыр, ән, күйдің фанаттары қонақ үйге жиналады. Әр өңірден жиналған кілең жампоздар әңгіменің тиегін ағытып, домбыраны сөйлеткенде көкіректері күйге толып, өмірлеріне мән бітетін. Құтыра түсу үшін олардың ұлттық коды арқаның қымызын арнайы алдыратын. Мұндай құрмет пен қошеметті бұрын-соңды көрмеген әнші Асқат Оразов Доскеннің мұндай мырзалығына қайран қалып, дәстүрлі өнерге де соншалықты құрмет көрсететін ақылды азамат бар екен-ау. О заманда бұ заман дәстүрлі әнші мен күйшінің Хилтонда жатқанын кім көрген деп тамсаныпты. Кейбір қарт күйшілердің қолы шығып, үлкен сахнада өнер көрсетуге жарамай қалғаны да бар. Соның өзінде Доскен оларды Астана арқауына алдыра беретін. Керек десең, кейбір қарт күйшінің іші пыспасын деп бәйбішесімен бірге алдыратын. Серіктері: аға, оларды несіне алдырасыз? Өнер көрсетуге жарамайды, құр босқа шығын көбейеді деп ренжитін. Ол: дәстүр үзілмесін, жастар қарттардың әңгімесін тыңдасын, күйшілік тарихын құлағына сіңірсін, тәжірибе алмасын, батасын алып көгерсін деп айтқанынан қайтпайтын. Қарт күйшілерге шабыт сыйлап, олардың өмірін соза түсу үшін Дәулеткерей күйші деген сияқты бірнеше номинацияны ойлап тауып, кеудесіне медаль тағып, үстіне шапан жауып, семіз конверт ұстататын. Осындай материалдық нығметке бөленген Дәулетбек Сәдуақасов деген күйші тебіреніп тұрып: о Алланың құдіреті, күйшілікпен мал тапқанды да көрдік, күй тартқанға ақша төлейді дегенді қартайғанда көріппіз деп көзіне жас алыпты. Күй Тәңірдің күмбірі. Бұдан бөлек ел продюсерлік орталығының ұлт азаттық жырлары, мәңгілік сарын, махаббат жырлары, киелі Қазақстан деген сияқты тағысын тағы сан алуан жобалары жұмыс істеп тұр. Олар қарапайым бір қарияны таспаға таңбалаудан бастап көркем фильм түсіретін деңгейге де жетті. Олар қазақтың қуыс кеудесін рухани, мәдени, әдеби құндылыққа толтыратын қиқымдай құндылықтың өзін алтынның ұнтағындай жинап, көздің қарашығындай сақтап келе жатыр. Оның өнімдерін тұрақты тұтынатын мың-мыңдаған қазақ 21 ғасырдың қуыс кеуде деп аталатын өте қауіпті экзистенциялық ыдырауынан
аман қалды. Бұл кісінің осындай ерен еңбекті еңсеруіне қуат беретін ең үлкен мотивация әруақты сыйлау деген қазақы түсінік. Ертең біз де олар барған кеткен жаққа барамыз. Сол кезде алдыңғы аталардың бетіне ұялмай қарайтын жарқын жүзіміз болсын деп қайрат пен жігер табады. Абайдың 175 жылдығын республика сарайында тойлағанда команда мүшелерінен ең биік сапаны талап етті. Жұмыс басталар алдында немқұрайлық болмасын, ертең ана жаққа барғасын, Абай атамыздың бетіне қарай алмай, қарабет атанып қалмайық деп бірнеше рет ескертті. Концерт те өте жоғары деңгейде өтті. Келген жұрт қатты толқып жылады. Неліктен ел продюсерлік орталығы мәңгілік сарын деген концепцияның аясында қазақ музыкасының қиқымдай болсын әуені мен әуезін алтын қордың сыр сандығына салып қоюға тырысады. Себебі Алаш баласы бір тұтас ұлыс болып тұру үшін бәрінің ортақ намысы мен ұлттық кодын бір бағытта сілтеп тұратын мистикалық күш керек. Музыка бұл миссияны шебер атқарады. Одан басқа түсініктер сан түрлі саяси партиямен бір-бірімен диалогқа келе алмайтын діни жамағаттарға бөлінуге бейім тұрады. Бұл да тоқтамайтын процесс. Бірақ қоғамда осындай бөлшектену болса да, қазақ халқы Құрманғазының Сарыарқа күйі, Шәмшінің Менің Қазақстаным әні, Ескендір Хасанғалиевтің Ата мекені шырқалған кезде әп-сәтте барлығы бір сезімге беріліп, құйқа терілері шымырлап, тамырлары бүлкілдеп, қандары қызып шыға келеді. Осындай таңғажайып құбылысты ежелден байқаған есті елдер эпикалық сананы нығайтатын көне әуендерін өлсе де ұмытпайды. Мысалы, еврей көтерілісін басып, Иерусалимді талқандап, жергілікті халықты топ-топқа бөліп, империяның алыс аймақтарына шашып жіберген. Олар уақыт өткен сайын ана тілдерін ұмытып, жергілікті мәдениетке сіңісіп кетті. Радикалды діншілдерді ғана киелі мәтіндерге жабысып, уиди дінінен айырылмады. Жалпы Европада христиан мәдениеті тарапынан оларға қысым мен қиянат көп жасалған. Қара халықтың қолдауына ие болғысы келген ел билеушілері бәрін бүлдірген яһудейлер деген сылтаумен оларды жөн жосықсыз осындай қуғын сүргіннен мезі болған олар тарихи отанына оралып дербес ел болуды армандаған. Бірақ бұл идея 19 ғасырдың аяғында ортаға тасталғанда бәрі мазақтап күлген. Себебі тілдік тұрғыдан бөлшектеніп кеткен еврейлерді біріктіру мүмкін емес еді. Тіпті дін де ықпал ете алмай қалды. Себебі 20 ғасырдың басында әбден маргиналдалынған жас еврейлер жаппай атеизмге өтіп кеткен. Енді олардың тарихи жадын оятып, ұжымдық бейсанасын қоздыратын классикалық әуендерінен басқа ештеңе қалмады. Европаның бірнеше мемлекетінен жинаған еврейлер Дәуіт жырлаған Зүбәр жырларын әуендетіп айтты. Сол кезде ғана олар бір халық екенін ұғынып, атамекенге оралу жайлы сағыныштары сазып қоя берді. Осындай энтузиазмға әбден берілген еврейлер тарихи отанына қайта бастады. Бұл жерде саяси қайраткерлердің де халықаралық саясатта сауатты дипломатия жүргізіп, күшті ықпал еткенін ұмытпау керек. Не болса да көне жырларына мотивация алған қаңғыбас еврейлер 1947 жылы Израиль мемлекетін құрды. Жалпы, мықты мемлекет руханият пен мәдениетке тұйыққа тіреліп, тоқырап қалмас үшін түп тамыры тылсымға барып тірелетін әлемдік діндердің біреуінен нәр алады. Біз 10 ғасырдан бері ислам өркениетінің саясында жасап келе жатырмыз. Қазақ жұртының негізгі рухани мәдени мұраларын Құран атты киелі кітаппен тікелей байланысты. Бірақ киелі кітаптан бастау алған маңызды ілімді асқан сақтықпен қолданбасаң, сынап сияқты сырғып тұрған нәзік ілім кез келген сәтте уыстан шығып кетеді. Сау ақылдың қатаң бақылауында тұруы тиіс діни ілім ниеті бұзық діни жамағаттардың идеологиялық құралына айналып кетеді. Ниет бұзылғанда кез келген классикалық қолжазбаны өз пайдасына бұрмалап алу үшін қалыпты құбылысқа айналады. Европа жұрты да бұл азапты талай рет бастан кешкен. Сондықтан да олар мистиканы субъективті көңіл қалауына жығып бере салмай, сау ақылмен пайымдайтын философия өнерін барынша жетілдірді. Тіпті олардың бұл өнеріне Әл-Фараби, Ибн Сина сияқты
ислам ғұламалары да тәнті болған. Тәнті болғаны сонша олардың философиялық трактаттарын араб тіліне аударып тастады. Осылайша исламдағы мистиканың да ауа жайылып көңіл қалауымен лаға беруіне тоқтау салды. Оқуы озық елдер осы нығметті қолдан бермес үшін ой еңбегімен шұғылданатын барлық мамандарға классикалық грек тілі мен латын тілін оқытады. Философияны түп нұсқа тілден оқи алатын мамандар жай халықтың діни қараңғылыққа ұрынуына жол бермейді. Біздің де мемлекет осы тәсілді қолдануы тиіс еді. Өкінішке орай, СССР кезінде Кремль мұндай нығметті қол астындағы республикаларға бермеген. Қазақстанда қаншама оқу орындарын салса да, грек, латын, араб, парсы тілін үйрететін кафедра ашпаған. Соның кесірінен бізде әліге дейін тереңнен толғайтын философтар жетіспейді. Ал Қазақ СССР кезінде грек пен латын былай тұрсын, өзінің төл тарихымен біте қайнасып кеткен араб парсы тілінен бөлек ғылым тіліне айналған Шағатай тілінің өзі тұрмақ араб графикасындағы төте жазуында оқуға мүмкіндік бермеген. Егер байқасаңыз, совет кезінде ғылым өңгерген барлық ақсақалдар бүкіл естігенін төте жазумен жазған. Алфавит кириллге ауысқан соң, басқа жұртты айтпағанда, сол қариялардың немересі тұрмақ бел баласының өзі әкесінің қойын дәптерін оқи алмайтын болды. Мұндай бейшара жағдайда отырып, исламның 1000 жылдық мәдени қатпарына қалай сүңгуге болады? Осы ретте бір фактыны қыстыра кетелік. Қазақ тарихы мен мәдениетін тірілтуде шығыс тілдерін меңгерудің қаншалықты маңызды екенін Қазақ СССР кезінде орталық комитетке 3-ші хатшы болған Өзбекәлі Жәнібек терең түсініп, шығыс тілдерін үйрететін факультет ашуға кіріседі. Биліктегі беделін пайдаланып, бұл жоспарын 1989 жылы жүзеге асырады. Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультеті осылай ашылған. 1992 жылдың өзінде ол факультетте парсы, араб, қытай, жапон, урду, түрік тілдерін оқыта бастады. Бірақ қазір жағдайы онша мәз емес. Себебі абутириенттер біз үшін аса маңызды араб, парсы тілдерін оқуға мүлдем ықылассыз. Олар негізінен жұмысты тез табуға септесетін Қытай, жапон, кәріс тілдерін аңсары ауып тұрады. Тіпті басқа оқу орындарында ашылған араб, парсы кафедралары талапкердің жоқтығынан біржола жабылып тынды. Осының бәрі бұл тілдердің мән мен маңызын қатысты үгіт-насихат жұмысының мүлдем жүрмеуінен. Қала берді осы саланың мамандарын үкімет 50-90 мың теңгелік жарымаған жалақыға байлап тастаған. Сондықтан студенттер арасында араб, парсы тілінің мамандары үнемі кедейшілікте өмір сүретін, заман ағымнан қалып қойған, пайдасы жоқ, көне қағаздарды кеміріп отырған модерн жылнамашы сияқты қабылданады. Шындап келгенде, мәдени экспансия мен рухани тоқырауға тосқауыл қоятын ең маңызды мамандық иелері солар болатын. Бұл мамандар шөккен кезде қоғамда қуыс кеуде типтер қамыстай қаулай береді. Мына қызыққа қараңыз. Кәріс тілін үйренуге ықыласты талапкердің саны тым көп. Оларға мотивация берген ғылым да емес, жұмыс та емес. Себебі өте қарапайым. Оларға стимул берген Кореяның сериалдары. Діни сенімнің күйреуі. Қуыс кеуде дертінен құтылып, өмірінде сан түрлі салада мағынамен сүретін мүмкіндік адамзаттың басына 19 ғасырдың ортасы мен 20 ғасырдың басында ғана мүмкін болды. Ғылым ғасыры мүмкіндікті молайтты. Талантты типтер орта ғасырдағы монахтар сияқты таудың қуысы мен шіркеудің бір бөлмесінде қамалып отырмады. Олар ғылыммен қаруланып, адамзаттың ауыр тұрмысын жеңілдететін неше түрлі жаңалық ашып өмірін мәнге толтырды. Әсіресе медицина саласындағы жаңалықтар бізді ауыр азаптан құтқарды. Оған дейін соқыршекпен ауырсаң да ажалдан құтылмайтын едің. Қазір мұндай операцияны 25 жасар хирург 15 минутта жасап тастайды. Бірақ ғылымға дейінгі дәуірге назар салсаңыз, адамның өміріне мағына дарытып, үзілмес үміт сыйлаған жалғыз ілім дін болған. Одан басқа өнердің бәрі баянсыз, саналды немесе олардың өзі дінге тікелей байланып тұрды. Совет үкіметі орнағанға дейін де қазақ халқының бүкіл тұрмыс тіршілігі исламға байланып тұрды. Алаш арыстарының өзі ауыл молдасынан сауат ашып,
обал мен сауап ұғымын үйреніп шығатын. Ешбір дәстүр діни ритуалсыз жүзеге аспайтын. Тіпті қарапайым ұста немесе өнерпаз қазіреттің батасын алып, көңілінен шықпаса кәсібін дөңгелете алмайтын. Ол кездегі түсінік бойынша тіршілігімнен құт пен кие қашады деп сенген. Жолаушының өзі шариғаттың талабы бойынша сәтті күндері сапарға шығатын. Ел ішіндегі қарапайым ауру сырқауды да ишандар мен молдалар дем салып, ішірткі жазып, ем-дом қылатын. Көшпелі қазаққа тән ата кәсібінің басында Қамбар ата, Шопан ата, Шешек ата, Ойсыл қара, Зеңгі баба, Дәуіт ұста, Садуақас қасапшы сияқты киелі пірлер тұратын. Мұндай сан тарам кәсіп шынжырын силсала деп атайды. Силсаланың басында бір әулие тұрмаса, ол киесі қашқан құтсыз тірлік боп саналады. Оның да өзінің насабнама деп аталатын шежіресі болады. Ол қожалардың қолындағы маңызды құжат болып саналады. Осы құжаттармен әулие аталарының тізбегін жатқа соғатын, көшпелілер өздерін Алланың назарында жүрген таңдаулы халықтың бірі сезінген. Қазақ сахарасында осындай өзіндік өрнек пен дәстүрге айналған исламның түрки бір түрі Сталин кезінде түп тамырымен жойылды. Қожалар институтының қалдығы да қалған жоқ. Ал насабнама шығыстанушы ғалымдар оқитын ескі жәдігерге айналды. Халық білген жеріне дейін салты мен дәстүрін сақтап қалды. Бірақ ғайыптан сәуле тартатын классикалық рухани мектептерінен бір жола айырылды. 1991 жылы Совет империясы ыдырап, Қазақстан тәуелсіздігін алған соң діни бостандық берілді. Бұрынғы ишан, қазірет сопы, қожа, молдалардың ұрпағы аталарының қандай кереметті кісілер болғанын ұмыта қоймаған. Олар ұстаған құдіретті сөздер көкіректерінде сайрап тұрған. Осы ұрпаққа діни еркіндікпен бірге аталар ұстанған ұлағатты жол да қайта оралды деп сенді. Бірақ 1995 жылдан бастап авторитарлы режимге қайта ақырындап бет бұрған Назарбаев билігі жазықсыз қудаланып, нақақ атылған діни қайраткерлерді ақтап алуға ниетті болған жоқ. Қала берді олардан мирасқа қалған жүрек көзін ашатын ар ілімін де тірілтуге тырыспады. Керісінше орта ғасырдағы монахтар сияқты діни институттарды өзінің жеке билігі мен ішкі саясатын тиімді етіп жүргізуге қолайлы құрал деп етіп алды. Тарихи шындық бойынша көкірек көзін ашатын таңғажайып ілімнің түркі топырағындағы рухани ұстазы Қожа Ахмет Яссауи саналды. Қазақ хандығының амандығы үшін жан алысып жан беріскен 24 хан Әзірет Сұлтан кесенесінде мәңгілікке тыныстаған. Бұл дүрбенің осындай терең һәм киелі тарихы болса да, тәуелсіздіктен бері Қазақстанның ресми діни жетекшілері Яссауидің және хандардың рухына арнап ас беріп Құран оқытқан емес. Яссауидің Диуани Хикмет кітабы да мемлекет қолдауымен соңғы рет 1995 жылы шыққан. Ең сорақысы, Яссауидің ілімін насихаттайтын кез келген қазақ түсініксіз қысымға ұшырап, кедергіден көз ашпады. Мұның жаңа буынның санасына кері әсер еткені сонша, Яссауидің Диуани хикметін оқитын, зікірін айтатын, ілімін зерттейтін мамандар өзін құдды бір қылмыскер сияқты сезінетін күйге түсті. Яссауи іліміне қарсы күресушілер өздерін елдің тәуелсіздігі үшін күресіп жүрген қаһармандай сезінетін болды. Бұл енді мәңгүрттіктің бұрын-соңды кездеспеген ерекше түрі болатын. Сондықтан да Назарбаев дәуірінде нағыз діни қайраткерлер сол күйі қалыптасқан жоқ. Керісінше ол кезеңде кез келген зайырлы мемлекеттің тұғырын қиратып, іргесін сөгетін аса қауіпті радикалды діндер еш кедергісіз насихатталды. Бұл насихаттың бәрі Құран мен сүннетке қарама қайшы бағытта жүрді. Мысалы, пайғамбар хадисі бойынша дінді сүйіншілеп үйретіңдер, жұртты жиіркендіріп діннен бездірмеңдер, оны оңай жолмен үйретіңдер, орынсыз қиындатып, тіршілігіне кедергі келтірмеңдер делінген. Осы үлгі кері айналды. Діни уағызшылардың тозақтағы түбі жоқ азап жайлы әңгімесі есі дұрыс елді мезі қылды. Олар тура мағынасында надандықтан жеріп, діннен безіп кетті. Қала берді діннің бүкіл мазмұнын сақал мен балаққа байлаған қараңғы тобырдан қорқып тұратын күйге түсті. Бұл күйден құтылу үшін көбі діннен жүз қайырды. Бұл жақсы тенденция емес.
Жалған діннің үрейінен құтылсаң, есесіне қақ діннің рухани мирасынан да махрұм қаласың. Енді діннен безген көзі ашық қазақтар ислам өркениетінен панасына қайта келе ме, жоқ па, ол жағы бізге белгісіз. Ал психологиялық дайындығы әлсіздер ақыреттің азабы жайлы уағыздан соң күндіз-түні Құдайдан қалшылдап қорқып жүретін діни неврозға шалдықты. Әдетте дұрыс діннің бағытымен Құдайға бет алғанда, момынның жүрегі тынышталып, ісіне береке дарып, керексіз қиындықтардан құтылып, тату-тәтті тіршіліктің дәмін алып, бақытты ғұмыр кешуі тиіс еді. Діннің ең ұлық нығметі пенденің Құдайдан басқа ешкім толтыра алмайтын кеудесіндегі бостықты рухани құндылықтармен жайнатып қоюға болатын. Ол процесс дін ғылымынан өсіп өнген діни ғұрыптар мен киелі салт-дәстүрлер арқылы жүзеге асады. Радикалды діндер қазақтың мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан діни құндылықтары таза дінге ораламыз, дінді ширктен арылтамыз деген ұранмен санадан өшіріп жіберді. Оларды осы тазалау акциясы төменнен басталып, кино өнеріне шейін өтіп кетті. Осы діни идеологияның шалығымен түсірілген фильмдерге қазақ қандары дін баққаннан басқаны білмейтін фанатиктер сияқты көрінеді. Қазақ халқының мұсылмандығы таяу бойлы типтердің қақ дін жайлы пайымы өте келте келеді. Олардың ойынша таза дін өзінің қайнағанынан саф күйінде шыққан соң, айналасындағы исламға дейінгі қалыптасқан ғұрып пен мәдениеттің бәрін түбімен күреп тастайды деп ойлайды. Және осындай жойқын әрекетін әлемнің барлық аймағында жалғастырады деп ойлайды. Шындығында олай емес. Қоғамның дұрыс дамуына септесетін кез келген ескі ғұрыптар жойылмай жүре береді. Мысалы, қыз баланы тірідей көму деген надан түсінік жойылды. Бірақ әр істе көсемдермен ақылдасыңдар деген құрайыштардың ескі әдебі өзгеріссіз қалды. Тіпті оны солай етіңдер деп Құран аятымен бекіте түсті. Орта Азияға дін тарағанда ескі мәдениеттің элементтерін радикалды жолмен қиратып, репрессиялық әдіспен дін тарқатқысы келген фанатик қолбасшылар да болған. Бірақ олардың ісі сәтсіз аяқталды. Солай болуы заңды да. Себебі кез келген зорлық өзіне қарсы зорлық туғызады. Дін феномені жаңа топырақта жаңа өркениет туғызу үшін оның басында бұл істі рационалды ақылмен және мейірім махаббатпен жүзеге асыратын ерекше парасатты әулие аталар тұрды. Сондықтан да Орта Азиядағы ислам өркениеті жайлы сөз болғанда имам Матруди мен Қожа Ахмет Яссауидің есімі қатар аталатыны сол. Біреуі рационалды пайымды дамытса, екіншісі мәдени қақтығыстағы махаббат жолымен ұшпаққа шығарды. Қазақ жұртының көне түркі дәуірінен мирас болып келе жатқан классикалық салт-дәстүрінің Құран рухымен үндесуі мұсылмандықтың жаңа бір көркем келбетін туғызды. Сол себепті де беташар, жұма күні үй шығару, жеті-шелпек, марқұмға ас беру, шырақ жағу сияқты көне түркілік әдет-ғұрыптың қазір қазақ халқында ғана сақталып қалғаны содан. Демек, Құран рухы өзіне дейінгі өркениет пен мәдениеттің бәрін қиратып, тақыр жерден тіршілік бастамайды. Ол бұрыннан бар мәдениетті тұрпайы, анайы, жабайы элементтерінен ғана ажыратып, оның екінші трансцендентті тынысын ашуға жәрдемдеседі. Таяу шығыс елдерінде мұсылман деген кім деп сұрасаң, міндетті түрде мынадай критерийді алдыға тартады. 5 парызды орындауы керек, арабша білуі шарт, Құран мен сүннетпен жүруге міндетті. Бірінші кезекте дінді, екінші кезекте ұлтты қояды. Ал бұрынғы қазақ қоғамында ұлт пен діннің арасында айырмашылық жоқ. Екеуін де қатар алып қарайды. Тіпті қазақшылық пен мұсылманшылдық синоним ретінде қолданылып жүре берді. Қарапайым мысал Құран оқып дем салатын тәуіп молдаларды қазақы емші, қазақылық деп айтады. Тәрбиелі бойжеткенді немесе жігітті көрсе, мынау қазақы тәрбие алған екен деп бағалайды. Онысы мұсылман, иманды екен деген сөзбен пара-пар. Ғылымда мұны этноконфессионалды діндарлық дейді. Қазақ түсінігінде ислам мен ұлттық дүниетаным астасып кеткен. Сәләфилік тенденция дін аясында өзге салт дәстүрдің өмір сүруіне мүмкіндік бермейтін бухвализмді өршітті.
Құран мен сүннетте жоқ дүниенің бәріне бидғат деп үкім кесті. Совет өкіметі оранғанша қазақ сахарасындағы ислам ешқандай мәдени қайшылыққа түспей-ақ көне дәстүрі мен Құранның монотеистік түсінікті қалыптастыратын таухид талабын бұзбай-ақ өзіне тән динамикада ілгерілеп келе жатқан. Бар бәле 1917 жылы қазан төңкерісінен басталды. Большевиктер билікті толық алған соң қазақ мұсылмандығына радикалды түрде майдан ашты. Ишандарды итжеккенге айдады, мешіт медресені қиратты, қожа молданы атты, діни кітаптарды өртеді, насап-намасын архивке лақтырды. Осылайша қазақ мұсылмандығы 70 жыл бойына енжар режимге өтіп кетті. Оның құндылық өндіріп заманға бейімдеп дамуына мүмкіндік бермеді. Халық моральдық та, материалдық тұрғыдан да соққы көрді. Үнемі репрессиялық қуғын-сүргіннен үрейленіп өмір сүрді. Бірақ ислам СССР тұсында тұйық зонаға түсіп қалғанымен, жергілікті халықтың дәстүрі, әдеп-ғұрпында өмір сүріп жатты. Оны түбегейлі жою мүмкін емес еді. Себебі сол кездегі ислам халықтың ауыз әдебиетінде, тұрмыс тіршілігінде, одан қаласа, зиярат орнында, мазардың археологиялық нышандарында, адамның есімдерінде, бата, ертегі аңыз қиссасында сақталды. Осы құндылықтарды сіңіргенде, мұсылмандық менталитет өзінен өзі бейсанаға өтіп кетті. Бұл фактінің растығын мына сауалнама нәтижесіне қарап білуге болады. 1990 жылдардың басында мамандар Алматыға студенттік сауалнама жүргізген. Мұсылмандықты қайдан үйрендің дегенде, олардың 77,7% мұсылмандық менталитет отбасылық тәрбие арқылы сіңді деген. Яғни, діни тәрбие мешіттегі уағызбен емес, ұлттық тәрбиемен дамыған. 1993 жылы Ғылым академиясының Шығыстану институты Қызылорда облысында сауалнама жүргізеді. Сонда қандай мұсылмандық ғұрыптарды орындайсың деген сұраққа былай жауап берген. Жұма күні кір жумаймын, тұмар тағамын. Жұма күні шет-шелпек пісіремін. Жылына бір рет Түркістанға зиярат етемін. Тәрбиелі әдепті болуға тырысамын. Өтірік айтпаймын. Ренішті кешіремін. Ата-бабамыздың дәстүрін ұстанамын. Әке-шешеміздің айтқанын тыңдаймын. Үлкендерді сыйлаймын. Басыма орамал тағып жүремін. Баламды бесікке бөлеймін. Бесік жырын айтамын. Ата-бабалар әруағына Құран оқытамын. Дастархан басында бата жасаймын. Дастарханды құрметтеймін. Нанның қиқымын тастамай, теріп жеп қоямын. Мұсылмансың ба деген сұраққа жергілікті қазақтардың 97,5% мұсылманмын деп жауап берген. Өзіңді мұсылман санайсың ба деген сұраққа 92% әдет ғұрып салт дәстүрімізді ұстап жүрмін, мұсылманмын деп жауап берген. Бұл жауапты жалғыз Қызылордадан емес, Қазақстанның барлық өңірінен ала аласыз. Бұл Яссауи қалыптастырып берген дәстүрлі исламның өрнегі еді. Ғалым Алмас Сұлтанғалиеваның еңбегінде қазақ мұсылманшылығы жайлы әжесінің естелігін береді. Әжемнің жасы 60-қа келгенде дінге бой ұрды. Діни сауаты болмаса да Құран аяттарын жаттап алып, 25 жыл намаз оқып келді. Әрі үзбей дәрет алып жүретін. Мешіттегі жұма намаздан қалмайтын. Қазият басшы Жақия қазымен достық байланыста еді. Жақия қазы кейін әже дүние салғанда жаназасын шығарды. Әжені көршілер үнемі ата-бабасының рухына Құран оқып беруге шақыратын. Осы діндарлығының арқасында молда кемпір деген атқа ие болды. Қанша діншіл ол колбаса тураған пышақты қолданбайтын болса да, әжейдің фанатизмнің жұрнағы да жоқ еді. Арасында құмалақ ашып, дәстүрлі түрде 41 құмалақпен бал ашу, болашақты болжайтын. Ешқашан уағыз айтпайтын. Туған туысын дінсіз деп айыптамайтын. Арақ іштің немесе ашық-шашық киінесің деп кінәламайтын. Өзде дәстүрлі қазақ әжелері сияқты киінетін. Жеңі бар, ұзын көйлек камзол. Шашын жасырған ақ орамал, хиджаб туралы әңгіме болмайтын. Жұма сайын әруақтарға жетсін деп иіс шығаратын. Қорқынышты құбылыс. 1995 жылдарға дейін Қазақстанда мұсылман деген сөз мынадай атрибуттармен ассоциация болған. Күміс сақал қария, мәнді мағыналы әңгіме айтатын молда, кіршіксіз кимешек киген әже,
үнемі тәпсі айналдырып отыратын қария. Бойына мейірім мен махаббат жинаған ата-әжелер елестейтін. 2000 жылдан бастап мұндай сүйкімді атрибуттар ауысты. Пәленше намазға жығылып мұсылман болыпты деген сөз күдік туғызатын болды. Ең бірінші мынадай мұсылман елестеді. Сақал өсірген жап-жас жігіт, тұмшаланған келіншек, бала-шағасын зайырлы мектепке бергісі келмейтін діншіл отбасы, құдайы тамақта ши шығарып, әдет-ғұрыптың бәрін мансұқтап уағыз айтып отыратын ызғарлы бейне, бағалы кесілген жігіттер, төніп сөйлейтін дөрекі уағызшылар. 1990 жылдардың басында жүргізілген тағы бір сауалнамада діннің өмірінде қаншалықты орын бар деген сұраққа халықтың 64% әрине маңызы бар, ағайын туыспен араласпай қалай күн кешесің деп жауап берген. Бұл жауап сол кездегі халықтың дінді рухани коммуникация құралы, яғни туыс-туғанмен байланыс ретінде танығаны жақсы айғақ. СССР кезінде жұрт мешітке жиналмаса да, оразада жарапазан айтып, айт тойлап, құдай тамақтарды жиналып, діни ғұрыптарды өтеп келді. Алайда 2000 жылдан былай қарай Қазақстанда пайда болған жаңа ислам бірінші кезекте отбасы құндылықтарына шабуыл бастады. Мысалы, ата-анасын тыңдамау, олардың істеген тамағын дәретсіз деп жемеу, отбасылық ғұрыптарға қатыспау, оларды бидғат, ширк деп тану, ата-анасынан намаз оқуды және орамал хиджаб киюді талап ету, бұл талаптардың арты діни фанатизмге ұласты. Жаңа ислам өкілдері жамағаттық психологияға бекиді. Ең жақын араласатын ортасы жамағат мүшелері саналады. Ағайын туыстың тойына бармаса да, жамағат мүшесінің қуанышынан қалмайды. Діни көзқарасы үшін кез келген ағайынмен ат құйрығын кесуге дайын. Халал той жасамады деп туыстарының тойынан бас тартады. Құрбан айт пен ораза айттан басқасына исламға жаңадан енген бидғат мереке деп таниды. Бұрынғы қазақшылықта жамағат деген түсінік жоқ еді. Олар үшін бірінші орында ағайын тума-туыс пен сыйластық қарым-қатынас тұрды. Үш жұртымен де ұжымдағы достарымен де тең дәрежеде араласуға тырысады. Діни мазмұндағы ораза айт, құрбан айт, мәуліт айларын ұлттық мереке сияқты тойлай береді. Шариғат заңдарына тереңдегеннен гөрі нақты бір мамандық иесі болуға ұмтылады. Діни жоралғы керек болса, мешіттің көмегіне жүгінеді. Кез келген құбылысты дұрыс немесе бұрыс деп қана талдайтын. Моральдық таным миға шыққан қатерлі ісік сияқты жас қазақтың танымында тамыржайды. Мұндай қатып қалған құрғақ мораль түптің түбінде тоталитаризм туғызады. Яғни діншілдің моральдық танымы күшейгенде ата-анасының, көрші-қолаңның, жора-жолдасының жүріс-тұрысынан хадис мәтіндеріне сай бақылаушы рухани полицияға айналды. СССР кезінде халықтың моральдық жүріс-тұрысын коммунист парторгтар қадағалайтын. Жазықты Болтан совет адамын партияның жиналысына салып сөгіс жариялайтын. Партияның қатарынан комсомол ұйымынан шығарып жазалайтын. СССР құлаған соң, олардың орнын «Ей бауырым, суннамен жүр» деп бұйыра сөйлейтін рухани полициялар алмастырды. Олар өзіне ұнамаған адамды қалауынша сыртынан дінге кіргізіп, діннен шығарып кәпір қыла берді. Кісінің құлшылығы мен сенімі жайлы елдің көзінше қадалып тұрып, ашық сұраудан еш қымсынбады. Мысалы, соңғы 20 жылда ең көп тараған сұрақ былай: сіз намаз оқисыз ба? Осы сұрақтың эпидемия сияқты тарағаны сонша, большевик мұсылмандар оны көрінген мінберден кез келген адамға қаратып қоя беретін болды. Өркениетті елде кісінің діни сенімі мен құлшылығын сұрау этикаға жатпайды. Ол мәселені Құдай мен құлдың арасындағы құпия, интимді мәселе деп қарайтын мәдениет көнеден қалыптасқан. Орта ғасырда Руми ол жайлы адамның Алламен қатынасы ерлі-зайыптының некесіндей сырлы болсын деген еді. Жан әлемін терең зерттейтін экзистенция психологиясы бұл мәселені былайша тарқатады. Діни сенімін ашық талқылау адам табиғатына жат. Оны ғалымда діни ұяңдық дейді. Діни ұяңдық
иман жайлы ашық айтуға рұқсат етпейтін түп санадағы психикалық механизм. Бұл механизм де Алланың адамға берген көп нығметінің бірі. Себебі діни сенім де махаббат пен өлім сияқты интимді тақырыпқа жатады. Кез келген адам ғашықтық сезімі жайлы ашық айтуға ұялады, өлімі жайлы оңашада толғанады. Бұл тақырыпқа басқаның кіріскенін қаламайды. Сенім мен құлшылық та солай. Сіз намаз оқисыз ба деп сұрайтындар басқаның ең нәзік, ең құпия, ең интимді зонасына тұмсығын тығады. Байқасаңыз, мұндай сауал бірден жағымсыз сезім тудырады. Ал ғалымдар былай деп қатаң ескертеді: сенім, махаббат және өлім адамның интимді сыры. Ақылды адам бұл үшеуін жария болудан сақтап қорғасын. Интимді аймаққа ешкімді кіргізбесін. Бөтеннің назары осы аймаққа сұқтанғанда, олар шынайы қалпынан айырылады. Жаңа ислам өкілдері осы ережені өзгертті. Олар пәленше сәждеге бас қойыпты, түгенше хиджаб киіпті, досым сақал өсірді, жолдасым балағын кесті, ағам биыл тағы да 10-шы рет қажылыққа бара жатыр, мен биыл тағы да оразамын деген жарнамалық өлшемге өтті. Әсілінде шын тақуаның иманы қоғамға тікелей емес, жанама түрде білінуі керек еді. Момын адам діншілдігін жасырса да, халық оның тақуа, тауазы екенін ісінен біліп қояды. Жаңа ислам өкілдері 2007-2008 жылдардан бастап сахна жұлдыздарының асыл иманын ашық жарнама жасауға көшті. Той-томалақта тост берілсе, Құдайға шүкір, 5 уақыт намазды үзбеймін, жұмадан қалмаймын, ораза ұстаймын деп сөз бастау сәнге айналды. Жәннатта жолыққанша деп қоштасатын мәдениет пайда болды. Әлеуметтік желіде хиджаб киіп, қолын жайып, дұға жасап, жанарынан көз жасы домалап бара жатқан әнші қыз-келіншектердің әдемі суреттері қаптады. Өнер жұлдыздары Қағба мен Зәулім мешіттің фонында селфи түсіруден жарысты. Енді бір парасы құрбандық шалып жатқан суретін әлеуметтік желі арқылы таратуға құмар болды. Иманның жарнамасы шектен шықты. Виктор Франкл айтқандай, адамның иманы әбден қоюланып, ақырында затқа айналды. Иман деп аталатын ең интимді сенімнің бірі әбден жалаңаштанып, бүкіл қасиетінен жұрдай болды. Ғалымдар оны құпия ұстап, сұқ көзден сақтаңдар деп кеңес беріп еді. Бұлар оны барынша жалаңаштап, кім көрінгеннің тұмсық тығып, иіскеп көруіне жағдай жасады. Осының кесірінен мұсылмандар рухани деградацияға ұшырайды. Сондықтан да экзистенциалистер иман мен құлшылық жарнамасына қатысты тақырыпқа былайша қорытқан. Біздің міндет адамның бойында трансцендентті, ғайыптық сипатын қайта дарыту. Құдайдың иманниетті сипаты мен трансцендентті сипаты қатар дарығанда ғана перде шіркін кәміл адам тұрпатына оралады. Ғайыптық қасиеттері тірілгенде пенденің ұсақ-түйек кем-кетігі көрінбей кетеді. Кісінің осы дүниенің шеңберінде көрінетін имманентеті образы ешқашан кәміл адам туғызбайды. Адам қалайда бойынан тәңірлік сипатын табуға міндетті. Олай етпесе, қадірсіз пенде қалпында өлшеулі өмірін өкінішпен аяқтайды. Демі үзілгенше өзіне өзі карикатура жасап қор болады. Абай атамыздың тілімен айтқанда, иттей қор боп өзіне сөз келтіреді. Тәуелсіздікке дейін қажы атанған адам әулие әнбие дәрежесіне көтерілгендей әспеттелетін. СССР-ге дейін қажылыққа әбден қартайған дәулетті байлар, ишандар, сопылар ғана баратын. Ол кезде қажылыққа бару өлімге аттанумен пара-пар еді. Сапардың қауіптілігі сонша, екінің бірі отанына оралмайтын. Жамбыл Жабаевтың туған ағасы Тәйті Жабайұлы Меккеге қажылыққа барарында Жамбыл інісін шақырып алып: «Шырағым Жамбыл, тентегім, сен еркелікті қой, үйге шаруаға қара. Атаңнан қалған, менен қалған малдарға көз қырыңды сал. Мына сенің інің, менің ұлым Сатышты саған Құдай алдында тапсырамын. Жасы 8-де. Осыдан қажылықтан аман келсем, қолыңнан алайын. Тәңірі тағала маған аян беріп, келмейсің, Мединада өлесің деді. Міне оң қолыңа тапсырамын. Ал келмей қалсам, о дүниеде оң қолыңнан алайын деп Жамбылдың бетінен сүйіп, Сатыш ұлын табыстаған.
Тәйті атамыз сол кеткеннен Меккеден қайтпайды. Шыбұл руынан Меккеге бірге барған Сәуірбай қажы ғана еліне аман келді. Тәйті Сәуірбайдан аманат деп жиегіне алтын жіп көмкерген жайнамаз, алтын жалатқан ағаш тегеш беріп жібереді. Сол сапарға шыққанда Құдайберген болыс өзінің зерленген шапанын Тәйттің иығына жауыпты. Сол заманда қажылықтан тірі келген қазақты соғыстан келген сарбаздай құрметтейтін. Тағы бір ерекшелігі, қажы атанған қария дүниенің дау шарына араласпайтын деп үйінде перде тұтып оңаша отыратын. Іздеп келген жұртымен тек рухани мәселеде ғана сұхбат құратын. Оның мысалын Құнанбай қажыдан көруге болады. Абайдың әкесі қажы атанып келген соң, елдің дау шарына араласпай, ақырғы өмірін құлшылықпен өткізеді. Мұхтар Әуезовтің бір естелігінде Құнанбай жайынан айтылатын тағы бір сөз, Абай ел басқаруды меңгерген соң, кәрілік жетіп, ел сөзінен шыққан. 72 жасында қажыға барды. Меккеден келген соң 8-9 жыл өмірін ылғи дін жолындағы құлшылықпен өткізді. Меккеден келген соң дүние сөзін сөйлемейтін деді. Ешбір жанмен тіл қатпай қойып, оңаша үйде шымылдықтың ішінде жалғыз отырып Құдайға құлшылық қылумен болды. Бұл мінезі жайлы жұрт тілі байланды деп те аңыз қылған екен. Бірақ соңғы жылдары оның маңайында болған адамдар ол сөзді бекер дейді. Осымен Құнанбай 1886 жылы 82 жасында қайтыс болған. Енді бір сұрақ. Қазір қазақтар қажылыққа құмар. Себебі жарқыраған жайнаған әппақ мәрмәр төселген, алтынмен апталып күміспен көптелген Бәйтүл Қараммен, яғни Қағбаны телеарналар мен интернет арқылы көреді. Миллиондаған мұсылманның Қағбаны айналып жүргені расымен де дінге деген ынта ықыласты оятады. Бірақ орта ғасырда бұл нығметтің бірі де болмады. Комфорт жағдайды айтпағанда, жалпы қажылық рәсімдері жайлы ақпарат та ала алмайтын. Меккені көзге елестету қиын еді. Бірақ сонда да Түркістан аймағынан қажылыққа тәуекел еткен момындар легі үзілмеді. Сонда ол заманда исламның бір парызы болған қажылыққа деген құмарлықты кім оятқан? Қалай ойлайсыз? Себебі Диуани Хикметте Баласағұн Жүгініки Қашқаридің еңбегінде қажылық жайлы ақпарат жоқ. Қажылық борышын бүге-шүгесіне дейін баяндаған алғашқы әулие Яссауидің шәкірті Бақырғани болатын. Бақырғаннан сапар қылсам деген хикметінде Қағбаға ғашықтығын махаббатпен жырлайды. Осы еңбектің сәтті шыққаны сонша, сол кездегі барлық медреседе міндетті түрде оқылатын пән ретінде кірді. Бұл жайлы Сәбит Мұханов та өмір мектебінде баяндайды. Қыстай оқып, Құранды жаттауға айналғанда, молда түрікше деп аталатын кітаптарды беретін. Олар шағатайша жазылған еді. Көрім Қадір, Тахи Ғажап, Бақырған, Сүббәтіл Ғажиздин, Мұхаммедия деген кітаптар болды. Бақырған кітабының сөзі бұлай келетін. Бақырғаннан сапарға шықсам, тәуәп етіп Қағбамды, босағасын сахарда тұтсам, көріп қаннан маннанды. Қара тасқа қолымдырсам, дем өртеніп тұтқанда, мадақ айтсам, көңіл құрсаң, таң алдында сұхбанға, шықсам сәпа маруаға, жұтсам зәмзәм тұмамды, өлгендерге дәрі ода, бағыштасам Құранды. Биігінде Арафаттың көз жіберсем ғажапқа, ғаріптермен барахат түн, батсам шіркін азапқа, тарап маңға нұрлы шұғылам, құлдық ұрсам тербеліп, болсам сонда дін мұсылман, нәпсім қара жер болып, Мәдинада қафын ашам, көріп Расул қабірін, жүсіп құсап ақыласам, кетіп бойдан сабырым, қолыма аса таяқ алсам, мойында шыт, көзде шық, Сина тауын саяласам, Мұса Ғимранмен кездесіп, Фарат Дижала ғажайыптан салады еске даламды, жарқ етіп қалайықтан кессем бақыр оманды. Қажылардың сафына еніп, ділге сіңсе қақ сыры, дұшпанымның дәті кеміп, жеңсе рухым нәпсіні, болып біздей пақырда күй, берсе қажы қатымды, мен Сүлеймен Бақырғани, сұрасаңыз атымды. Енді қызықты қараңыз. Бақырғани жырының дәл осы шумағы Ғайс Егембердиевтің кітабында да кездеседі. Атасы Айдаболұлы
Әлжаппардың қағбаға ынтық болғаны сонша, Бақырғанидың осы бейітін үнемі айтып отыратын болған. 1913 жылы арманы орындалып, Жаңақорған өңірінен Меккеге аттаныпты. Ұзақ жолдың азабын тартып Меккеге әрең жетеді. Қажар әл-Асудтан құшап, сонда дүниеден озыпты. Бамберидің Орта Азияға саяхат деген естелігінде автор қажылықтан келе жатқан қазақтарға орта жолдан қосылып, 1863 жылы Орта Азия елдерін аралайды. Оны тыңшы етіп Орта Азияға Англияның барлау қызметі жұмсаған еді. Сонда Меккеден келе жатқан қажыларды Каспий теңізінің жағасында отырған көшпенді түркмендердің қалай қарсы алғанын кітабында кеңірек суреттейді. Содан кішкене үзінді оқып көріңіз. Дұға оқып болған соң Қанжан орнынан тұрды. Келісті сақалы кеудесін жапқан келбетті жігіт ағасын көрдім. Ол асығыс басып маған келді де құшақтап қош келдіңіз деді. Қажы Біләл мен Қажы Салих та, бұл екеуі Жаркентке бара жатқан қажы қазақтар, ізетпен сәлем берді. Ауыр жүк тиеген керуен қозғалып, біз киіз үйлерге қарай бет түзедік. Мұнда біздің келгеніміз жайлы хабар жайылып үлгерген екен. Әйелдер, балашаға, иттер үйме-жүйме болып асып-сасып үйлерінен атып шығып, қажыларға телміре қарап тұрды. Олардың бәрі бізді қаумалап құшақтауға ұмтылды. Осылайша өздеріне киелі құдірет еніп, қажылықтың сауабын алатындай сезінді. Орталық Азия өмірінің мүлдем жаңа көрінісімен мені қатты таңырқатты. Тіпті не қызықты отау үйлерге қарарымды, немесе ұзын қызыл жібек шапан киген әйелдерге қарарымды білмедім. Маған қолдарын созып тұрған жұрттың да қарасы мол еді. Ғажабы, кәрі жасы, ер әйелі аралас топ Мекке мен Мәдиненің қасиеттің шаңын жұтқан қажыларды құшақтауға әрекеттеніп жатыр. Ең сұлу әйелдер, тіпті жас қыздар маған жапа-тармағай ұмтылғанда еріксіз таңғалдым. Осы бір діни шадыман құрметтен арылмай, біз Ишан ақсақалдың да шаңырағына жеттік. Біздің шағын керуен осында жиналды. Өмірімде куә болған ең қызықты сәт осында басталды. Меймандарды үй-үйге бөліп жайғау қажет еді. Мені барлығының өз үйіне бір немесе бірнеше жат мүсәпірлерді қондыру үшін таласуы таңдандырды. Әрине, көшпенділердің қонақжайлығы туралы бұрын да білуші едім. Бірақ осындай дәрежеде де ойламаппын. Әйелдер ұрыс-керіске кірісті. Қажылардың құтты берекесі, киесі біздің үйде де дарысын деп, үйлеріне түсіруге таласып жатты. Бірақ Қанжан барлық қажыны рет-ретімен бөліп, тәртіп орнатты. Мені және Қажы Біләлді туысқандармен өз отауына түсірді. Негізі исламның 5 парызы бойынша да қажылыққа бару дәулетті кісілерге міндет болған. Сосын бүкіл ғұмырында бір рет барсаң, жетіп жатыр. Тәуелсіздік алған соң бұл шарттың біреуі де орындалған жоқ. 1991 жылы қажылыққа 20 адам барса, 1993 жылы 300 адам қажы атанды. 2006 жылы олардың саны 3000 адамды құрады. Мәселе бұл жерде адамның санында емес, сапасында, яғни жасында. Соңғы 20 жылда қажылыққа барғандардың дені жастар және дінге мүлдем қатысы жоқ әр саланың мамандары. Құдай-ау, олардың ішінде кім жоқ десеңізші. Бүкіл эстрада жұлдызынан бастап, танымал журналистер мен шенеуніктер жаппай Меккеге ағылды. Қажылықтан оралған соң олардың мұндай биік мәртебені ұстап тұра алмайтыны әмбеге аян еді. Қажы атанып келген соң көбінің соңынан сөз ілесті. Мұның соңы қажылыққа деген нигилистік көңіл күй туғызды. Бұрынғы киелі қажылықтың жұрнағы да қалмады. 100 жыл бұрын ел жұрты қажыны үйіне қондыруға таласатын еді. Қазір қажыларды сахнада әжуалап, олар жайлы анекдоттар шығару қалыпты жағдайға айналды. Бұдан да сорақысы, қажылық идеология құралына айналды. Сол мақсатта қажылыққа тегін жолдама беретін діни жамағаттар қаптады. Дін көсемдері жұрттың жүрегіне иман нұрын құюмен емес, жамағаттың санын арттырумен айналысты. Осының кесірінен бір мысқалда діни сауаты болмаса да хикметсіз уағызды оңды-солды айта беретін жастар легі көбейді.